Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен бірге Анаргүл. Бүгін сіздермен өте дәмді, әсіресе балалар сүйсініп жейтін корн-доктың рецептімен бөлісетін боламын. Рецептіні асықпай түсіндіретін боламын, сондықтан да өткізбей соңына дейін қараңыздар. Каналыма тіркелмеген болсаңыз, міндетті түрде тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Біз ең алдымен қамырын жасап алатын боламыз. Ол үшін бізге бір шұңғылдау ыдысқа ұнымызды саламыз, және де қара бұрыш, паприка, тұз, кішкене разрыхитель және де кішкене қантты барлығын салып, және де алдын ала өлшеп дайындап алған сүтімізді құямыз. Барлық заттардың қанша мөлшерде керек екенін описание бөлімінде жазып қалдырамын. Сол жерден қарасаңыздар болады. Жаңағы құйып дайындап алған өніміміздің барлығын енді венчиктің көмегімен ешқандай түйіршік қалмайтындай жақсылап араластырып аламыз. Мінекей бізде осындай қоймалжың, қатты қою да емес, сұйық та емес, осындай қамыр шығуы тиіс. Біздің қамырымыз дайын. Енді кезекте бізге арнайы осындай таяқшалар керек болады, және де осындай шұжықтар қажет болады. Менде халал шұжықтар. Бұл шұжықтар ұзын болғандықтан дәл ортасынан бөліп дайындап алатын боламыз. Қазір қуырған кезде бізге оңай болу үшін дәл ортасынан бөліп аламыз. Егер сіздерде домалақ өзі кіші шұжықтар болса, соны бүтіндей пайдалансаңыздар да болады. Барлығын дайындап алғаннан соң жаңағы таяқшаларымызды осы шұжықтарға орналастырып шығамыз. Дәл видеодағыдай дайындап аламыз. Құрметті менің көрермендерім, қазақша контенттің дамуына өз үлесіңізді қосып, төмендегі қызыл подписаться батырмасын басып, каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Мінекей шұжықтардың барлығын осылай әдемілеп тізіп дайындап алғаннан соң майды алдын ала қыздырып қойыңыздар. Содан соң шұжықтарымызды дәл видеодағыдай қамырға айналдыра отырып батырып алатын боламыз. Және де қызып тұрған майға бірден салып қуыратын боламыз. Сол кезде пішіні, көлемі барлығы да өте әдемі болып шығады. Майды алдын ала міндетті түрде қыздырып қойыңыздар, және де көлемі кіші шұңғылдау ыдысқа көп мөлшерде май құйып пісірсеңіздер өте әдемі болып пісетін болады. Қамырымызды осылай пештің алдына алып келіп алып, бірден батырып, осылай бірден майға салып пісірсеңіздер барлығы да өте әдемі болып шығатын болады. Майға салғаннан соң міндетті түрде тоқтамай осылай айналдыра отырып пісіріңіздер. Міндетті түрде сол кезде барлық жері бірдей болып қызарып, әдемі болып пісетін болады. Қызарып, алтын түске енгеннен соң майдан алсаңыздар болады. Және де майдан алғаннан соң міндетті түрде қағаз майлыққа орналастырып қойыңыздар, артық майларын сорып алу үшін. Барлық корн-доктарымызды дәл осы қалыппен әдемілеп орташа отта пісіріп алатын боламыз. Егер қатты отқа қойсаңыздар, егер сіздерде газ болса, бірден пісіп кетіп, арасы піспей қалуы мүмкін. Сондықтан да пісіру барысында енді пештеріңізге қарайсыздар, арасында жеп көрсеңіздер болады. Әдемілеп осылай міндетті түрде қағаз майлыққа орналастырып қойсаңыздар, майлы болмай керемет болып пісетін болады. Осымен біздің өте дәмді әрі жылдам балалардың сүйікті асы дайын. Сіздерге міндетті түрде жасап көрулеріңізге кеңес беремін. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Рецепт ұнап жатса, каналымда мұны үлес қосып, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, өз достарыңызбен бөлісіп қойсаңыздар болады. Назарларыңызға рахмет. Сіздермен бірге Анаргүл келесіде керемет рецепттермен қуантатын боламын.